Сәлем достар, бүгінгі видеода мрамор техникасын үйренетін боламыз. Мрамор техникасын стаканға, сабын сауыттарға құятын өзінің бір лайфхактары бар. Бүгінгі видеомда мыльницаға арналған бір техникалармен бөлісемін. Қажетті заттарымыз ол бізде феррийіміз, скульптор гипсіміз, диоксид титанымыз, сухой пигментіміз, қара түсте весейіміз, қасығымыз, суымыз, формамыз. Және де ол біздің формуламыз. Формуланы алдыңғы видеоларда қалай өлшейтініміз туралы жазып кеткен болатынмын. Төменде ол видеолардың ссылкасын тастап кетемін, сол жерден көріп алсаңыздар болады, қалай формаға өлшеу керектігін. Енді бұл жерде көріп отырғандарыңыздай біз 28% су алып жүрдік. Енді біз мрамор техникасында 30% су алатын боламыз. Бізде массамыз кішкене сұйықтау болғаны жақсы. Енді бұл жерде бізде гипс 302 грамм, ал суымыз 91 грамм шықты. Енді осыны весейді өлшейміз. Бүгінгі видеомда сіздерге скульптор гипсінен жасап үйретемін. Келесі видеомда G16 гипсінен жасап үйретемін. Екеуінде кішкене айырмашылықтар болады. Ең бірінші весейімізді қосып, стаканымызды қойып 0 қылып аламыз. Одан кейін суымызды қосамыз. Бізге 91 грамм су қажет. Одан кейін қайтадан весейімізді 0 қылып аламыз. Енді біз ағарту үшін осы диоксид титанымызды қосамыз. Осындай мен сияқты бір ложка салсаңыздар жеткілікті. Енді диоксид титанымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Осы жерде весейімізді тағыдан 0 қылып аламыз. Енді біз гипсімізді қосамыз. Біздерге 302 грамм скульптор гипсі қажет болады. Видеоның басында байқағандарыңыздай стакан с крышкой жасап көрсетейін деп жатқан едім, бірақ оны басқа видеомда сіздермен бөлісем деп шештім. Бүгін подносқа, осындай мыльницаға қалай құю керектігін көрсетейін. Енді массамыз біркелкі қаймақ сияқты болғанша жақсылап араластырамыз. Ішінде комоктары қалып қоймайтындай етіп мұқият араластырасыздар. Не біздің массамыз дайын, енді кішкене бөлігін одноразовый стаканымызға бөліп аламыз. Оған сухой пигментімізден қосамыз. Видеода көрсетілгенде қара пигментмен де ол бізде серый оттенк болып шығады. Одан кейін ішіндегі ластықты кетіру үшін алдыңғы видеомда айтқандай феррийдің бірнеше тамшысын тамызып жібереміз. Енді екеуін де мұқият араластырамыз. Бізде скульптор гипсінде қара сместен көп қажет емес. Осы жерде мұқият қарап отырыңыздар. Қара массамызды осылай қосып араластырып кішкене мраморный эффектті шығарып аламыз стаканымызда. Енді мыльницамызға осылай бір бағыттан ерелектеп етіп, қолымызды біз тоқтатпай осылай құя береміз. Тоқтап қалуға болмайды. Міндетті түрде қолымыз әрдайым движениеда болып тұру керек. Мен көрсетіп жатқандай жан жаққа осылай құясыздар, сонда сіздерде әдемі эффект болады. Ең бірінші эффект сіздерде басында құйған кезде, сондықтан сол жерде мұқият болыңыздар. Не осылайша барлық смесімізді құйып тастаймыз. Бұл жерде көргендеріңіздей кішкентай ғана қара смесіміз осындай көп бөлігіне жеткілікті. Ал G16-тан құйылған массамызда мраморный онда басқаша болады. Оны сол видеомда сіздерге толығырақ айтатын боламын. Мраморный техника үшін мынандай одноразовый стакан емес, жайпақ, көлемі үлкендеу ыдысқа құйғандарыңыз жақсы, сонда мраморларыңыз өте әдемі шығады. Менің қолымда енді ондай ыдыс болмағасын, мен одноразовый стаканға құя бердім. Енді осылай біз 50-60 минутқа қалдырамыз. Жақсылап кепкеннен кейін формамыздан мен көрсетіп жатқандай жаймен шығарасыздар. Босату өте оңай. Осылай екі жағынан босатып алып шығарып алатын боламыз. Бізде осындай әдемі мраморный мыльницамыз дайын болды. Мрамор әртүрлі күйде болуы мүмкін. Ол сіздердің қалай мраморды құйғандарыңызға байланысты. Скульптор гипсі 7 күн кебеді. Сондықтан ешқандай обработка жасамай 7 күнге шейін күтесіздер. Содан кейін барып астын түзеп, лагымызды жағып, грунтовка жағып, содан кейін ғана қолданамыз. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Алда талай пайдалы видеоларды салатын боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса, Айока Декор Instagram парақшама жазып сұрасаңыздар болады. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Сіздермен мен Айолым Марысқызы.